Иншалла, егер сіз дұрыс күтім алатын болсаңыз, рак сізге допускать етілмейді. Себебі сізде эрозия болатын болса, жап-жасыл түсті выделение болатын болса, естественно, сіз толық ем аласыз. 6 айда бір міндетті түрде сіз тапсыру керек анализ. Мазок бірінші, РВ, ВИЧ, хламидия, микоплазма, трихомонад бәріне. Себебі инфекция эрозияға алып келуі әбден мүмкін. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге болатын тақырып кеше уәде еткендей, рак алды ауруын қалай профилактиканы сақтаймыз, не істеу керек, біз қайда тексерілеміз да. Иншалла, егер сіз дұрыс күтім алатын болсаңыз, рак сізге допускать етілмейді. Себебі бізде рак тұқым қуаламауы мүмкін. Ол сіздің тұқымыңызға вообще қатысы болмауы мүмкін. Ол сізді басқа жақтан шығуы мүмкін. Бұл біріншіден. Себебі карцинома бұл не обязательно бір тұқымда болып, қаннан қанға жұғып жоқ. Ол эпителиалды клетканың зақымдалуы. Сондықтан дұрыс түсіну керексіз, иә? Қалай профилактика сақтайсыз? Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Выделение обязательно қойып қойыңыздар. Тура мен осы жағында тұрады. 3 точка тутыкет басасыздар. Сонымен қатар лайк басып, маған жылы деп іздеңіз ұмытып кетпеңіздер. Себебі сіздердің жылы сөздеріңізбен мен энергия аламын. Иман, менде желание ашылады. Келесі видеоны түсуге деген. А если сіздерден ешқандай реакция болмаса, мен де отыра беріңдер, зачем маған түсіп деген сияқты да. Яғни кім оқып жатыр, оны кім көріп жатыр дегенде қызық болмайды. Поэтому қызықтыру үшін мені сіздерде маған осындай бір қол көмек керек сіздер жақтан, иә? Иншалла. Ендеше қандай профилактика сақтаймыз? Әйгел адам тұрмысқа шықпай тұрып, қыз кезінде ең бірінші рет 13-14 жасында алғашқы етеккір келген кезде соның тұрақтылығын байқайды. Анасы соны қарау керек, иә? Себебі қыз әлі түсінбеуі мүмкін. Егер тұрақтылық болмаса, етеккір ауырсынып келу, немесе киста деген нәрсе өзі мазалайтын болса, уже ол сол кезден бастап жақсы гинеколог маманына бару керек. Барып емін бастау керек. Ол не обязательно, что гормон ішу керек деген сөз емес, гормонсыздағы емдерін бастау керек, иә? Хотя бы витаминотерапия. Қазіргі таңда бізге витамин өте маңызды. Екіншіден, тұрмысқа шыққаннан кейін, тұрмысқа бүгін шықсаңыз, бүгін шыққан күннен бастап, әр 6 ай сайын кемінде сіз гинекологқа барып отырасыз. Егер сізде барлығы жақсы болса, иншалла, сізде мазогыңыз жақсы болса, онда жылына 1 рет хотя бы. Ал егер сізде эрозия болатын болса, көрсеткіш бойынша сізде постоянно выделение с запахом, иісі өте қатты прям, и плюс жап-жасыл түсті выделение болатын болса, естественно, сіз толық ем аласыз, и плюс каждый 3 ай сайын тексересіз. Неге? Себебі какой-то бір инфекция, немесе эрозия болса, 3 айдан кейін ол қайтадан шығып кете беруі мүмкін. Қойды 1000 жерден ем алсаңыз, қойды маған, қойды басқаға да, поэтому сіз правильный лечение и бірінен кейін бірін басып кететін болсаңыз, иншалла ем нәтижелі болады да, эрозия мүлдем кетіп қалуы мүмкін. Себебі бұл жерде этапный ем соған байланысты. Ендеше, ол кезден сіз не істейсіз? 6 айда бір тексеріп отырасыз. 6 айда бір міндетті түрде сіз тапсыру керек анализ. Мазок бірінші на степени чистоты. Мазок степенін тапсырасыз, тазалығын тапсырасыз, яғни. Екінші, мазок на онкоцитологию. Яғни онкоцитология, онкоклеткалардың бар жоқ екенін айтады. Сол бойынша. Ол жерде сіздерге ондай нәрсе береді. Жас береді. Онкоцитология тапсырар кезде сіз дұрыс тапсыру керексіз. Қалай дұрыс тапсырасыз? 3 күн жыныстық қатынасқа түспейсіз, 3 күн астыңызды жумайсыз да, плюс қосылмау керексіз, дәрі-дәрмек, свечи, онда ештеңе салмау керексіз. Міне осылайынан барасыз. И плазмолитин тоже нежелательно. Сөйтесіз, сіз барып мазок тапсырасыз. Мазокты мынау шейка болса, осыған байлан тығып, ішін орап, сөйтіп алады. Не так, сыртынан бүйтіп ала салу емес, иә? Например, мұнда фотоға қарасаңыздар, бұл бізде УЗИ, қазір міне, мына жерден бұлай кіргізетін болса, біз до конца мына шейкаға деп кіргізіп, шөтканы ол жерден бүйтіп бұрап, содан кейін барып алады. Егер мазокты нерден алса, біз ол көрінбейді, ол дұрыс шықпауы мүмкін. Сондықтан мазокты мына жерден алатын, жатыр мойнынан алады, ішкі қабатынан. Себебі рактың бірінші точкасы осы ішкі қабатында шығады. Міне осы жерден алатын болса, онда сізде дұрыс шығарылады. Міне шейка сызылып тұр ғой, міне осының ортаңғы қабатынан алынады. Түсінікті ме? Сол кезде ғана рак клетка нақты бар, жоқ екенін сіздер біле аласыздар. Міне. Бұл жерден шөткамен алған кейін сізге минималды 5 күн, максималды 14 күннің ішінде результаты шығады.
14 күннен кейін врачым жақсы деп айтты дей салмай, сіз өзіңіз желательно барып, қағаз қолыңызға алып көргеніңіз дұрысырақ. Себебі адам болған соң кез келген нәрсені пропускать етіп алуымыз мүмкін. Элементарно, мен иногда бывает, сондай случай тоже пропускаю, да, вот. Сондықтан ол сіздің денсаулығыңыз болғаннан кейін сіз маған қарағанда маңыздырақ қарауыңыз керек болады, да. И сізге результат береді. Результат бойынша бірінші NLEM деп беру мүмкін, HiSil беру мүмкін сізге. Бұрынғы уақытта бізде тин 1, тин 2 деп беретінді, қазір бізде ондай жоқ, қазір бізде полностью алып тастаған. И сізге тағы осындай диагноздар беру мүмкін. В основном мына. Сіз түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізге осыны жазып береді. Егер де сізде NLEM деп тұратын болса, знаешь, бұл жерде эпителиалды клетка отрицает, яғни бұл жерде ешқандай ауырсыну ештеңе жоқ, бәрі таза деген сөз. HiSil беретін болса, әрине бұл уже жақсы емес, уже стадия басталып жатыр. Одан кейін тин 1, тин 2, уже тин 1-ші дәреже, 2-ші дәреже астынып жатыр да. Асқоз тоже ем алу керек. Знаешь, мына астында тұрған 4-еуі тұратын болса, бұл 4-еуінде де сіз уже ем алу керексіз деген сөз. Қанша тез, сонша жақсы. Себебі бұл жерде уже рак бар деген сөз емес. Бұл мына жерде қандай да бір поражение бар, бірдеңе дұрыс емес. Может быть, ол воспаление, может быть, ол инфекция, может быть, сіз ұзақ уақыт ем алмағансыз, соның әсерінен не тағысын тағы да. Поэтому сол тұрған поражение ары қарай матқаға кетіп асқынғанын қаламасаңыз, онда сіз мына жерде тезірек емдеп тастауыңыз керек. Қанша тез емдейсіз, сонша сізге бұл к лучшему, яғни пайдалы и жақсырақ, иә. Міне сол себептен емді индивидуально беріледі. Яғни сізге тұрып, мына мен айтып отырып, сені свечеді ау, бәрі кетіп қал, ондай жоқ, өкінішке орай. Маған айтты, бетадин айтты, маған ала сал, ананы айта аласам, тержинаны айта ал. Никак. Такого не пойдет. Эрозияны бір свечи емдейтін болса, мен бәрін айта салсам, сізге сол свечи алсам, ол емдеп айтады. Никак. Бір свечи сіздің эрозияңызды емдемейді, қыздар. Ол кәдімгі жара ол. Бірнеше нәрсе керек оған. Оған может быть плазмолифтинг аласыз, может быть оған ем аласыз, антибиотик үші таптауыңыз, санация аласыз. Санацияны явно сіз үйде істей алмайсыз. Оны мен основном санация күйдіретін санациялармен істеймін. Күйдіретін санация деген қалай? Жараны бүйтіп сорып алатын санациялармен істеймін. Үй жағдайында сіз оған көмектесесіз, бірақ нәрсемен ол ашутаспен астыңызды жуу. Неге ашутас? Себебі ол тұзды нәрсе. Тұзды су кез келген жараны сорып алатын баяғыдан апаларымыз айтып келеді. Бұрыннан, не үшін баланы 20 40 күн тұзға шомылдырады, терісі қатай тәтті болу үшін, сол үшін тез жарылған кезде, ауырған кезде, баланы тұз суға шомылдырған кезде, егер ода жара бірдеңе шықса, тез кетіп қалады міне. Сол үшін тұз суға шомылдырған. Даже баяғы уақытта тұз суға адамдар ауырған кезде, жара шыққан кезінде тұз суға салып қойған денесін полностью. Сөзін барып алғанда, міне, сол тұз су сізде ашутасты ертіп, соның суымен жуа аласыз. Бұл единственный вариант үй жағдайда істей алатын. Қалған уақытта, предполагаем, ем, конечно, может быть, но желательно негізгі себебін анықтау. Бұл инфекцияға анализ тапсыру. Инфекция, торч инфекцияға сіз иммуноглобулин G и M деп қан түрінде тапсыру керексіз, ал қалған инфекцияларға сіз мазок түрінде тапсырасыз. РВ, ВИЧ, хламидия, микоплазма, трихомонад бәріне. Себебі инфекция эрозияға алып келуі әбден мүмкін. Инфекцияға анализ тапсыру үшін 3 күн жыныстық қатынас болмайды, 3 күн дәрі-дәрмек ішпейді, ештеңе салмайсыз, и 3 күн жуынбайсыз, 1 күн алдын аш нәрсе жеп барып тапсыруыңыз керек. Бұл міндетті түрде. Сол кезде ғана дұрыс болады. И УЗИ обязательно 6 айда бір УЗИ вагинаны түсіріп отыруыңыз керек, егер жүктілік болмаса. Дәл осы әдісті сақтайтын болсаңыз, иншалла, и уақытылы дәрігеріңізге баратын болсаңыз, сіз рак ауруын алдын ала аласыз. Бұл міндетті түрде. Ендеше бақыттарыңызға сәт, ешкімде рак ауру болады деген ойда емеспін. Сіздер тек Аллах қолдасын, Алла сақтасын жаман аурудан. Менімен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс.